Ассалаумағалейкум, қайырлы күн ағайындар, күндеріңізге сәттілік. Мына бүгін Ақтөбе қаласында осы бір жылдың жобасы болған еді. Осы Әлібек Сабырбаев және Үргенішбай Қуатов көш бастаған Арал өңірінің ақсақалдарының Арал теңізіне байланысты және тарихи сауалдарға байланысты азаматтық бастама орталығына кітап шығаруға ұсыныс түскен еді. Осы Ақтөбе қаласының зиялы қауымдары, көшбасшы азаматтарының мұрындық болуымен бүгін кітап шығып жатыр. Бұл Әлібек Сабырбаевтың құмда қалған кемелер атты кітабы. Бұл Арал теңізін қалай сақтай аламыз, болашақта қандай сауалдар туындайды, не істеуге болады, елдің елдігін істеуге байланысты архивтен алынған, және как Сабырбаев ағамыз жай ғана ақсақал емес, ол гидротехник. Осы 75 жасқа келгелі осы Арал өңіріндегі Қызылорда облысындағы көптеген осындай теңізге байланысты ахуалдарға мұрындық болып, тарихи кітаптар жазып, жәдігерлерге атсалысып отқан ағамыз. Және екінші Үргенішбай Қуатов ағамыз Зұлмат замандар деген 1932 жылғы қазіргі Тоқабай, Қарақұм, Жақсықылыш кенті сол аумақта болған көтеріліс. Осы сол кездегі халықтың бейнеті, тауқыметі, тоталитарлық заманның қылышынан қан тамып тұрған заманда қаншама бабаларымыз қырғынға ұшырап, қуғынға ұшырап, атылып кетті. Соған байланысты жазылған тарихи жәдігер еді. Елдің елдігі, ауызбіршілігіміз болса, көптеген ахуалдарды болашақта шешіп, атсалысармыз деген үміттеміз. Бәрі оң, құтты болсын. Қуаныштымын.